Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл ненің суреті? Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – что это за рисунок? Жаңа сөздер сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Новые слова запишем в словарную тетрадку. Қоршаған орта, окружающая среда. Сурет, рисунок. Тау, гора, бұлт, туча. Давайте еще раз повторим. Тағы бір қайталап шығайық. Қоршаған орта, окружающая среда. Сурет, рисунок. Тау, гора, бұлт, туча. Тыңда, қайтала оқы. Слушай, повторяй, читай. Бұл гүл, это цветок. Бұл гүлдің суреті, это рисунок цветка. Бұл тау, это гора. Бұл бұлт, это туча. Бұл таудың суреті, это рисунок горы. Бұл бұлттың суреті, это рисунок тучи. Айтылым, устная работа. Бірінші тапсырма. Сөзді суретпен сәйкестендіріп, сөз тіркесін құрастыр. Первое задание. Вам нужно будет сопоставить рисунок со словами и составить словосочетание. Например, в первом рисунке вы видите рисунок чего? Горы, да? Горы, а внизу написано гүл, то есть цветок. Вы должны найти правильное значение этого рисунка. То есть на первом рисунке должно быть слово тау. Оқылым, чтение. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Саша сурет салады. Саша рисует рисунок. Бұл бұлттың суреті. Это рисунок тучи. Мынау таудың суреті. Это рисунок горы. Ол қоршаған ортаның суреті. Это рисунок окружающей среды. Жазылым, письменная работа. Записываем в тетрадку. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, көшіріп жаз. Вместо многоточия нужно поставить правильные буквы. Например, в первом предложении. Гүлдің суреті. Это рисунок цветка. Бұлттың суреті. Рисунок тучи. Таудың суреті. Это рисунок горы. Айтылым, устная работа. Төртінші тапсырма. Қарашы деген сөзді қолданып, сөйлем құрастыр. Используя слово «қарашы», то есть «посмотри», нужно по рисункам составить предложение по образцу. Үлгі, образец. Қарашы, мынау гүлдің суреті. Смотри, это рисунок цветка. А в первом рисунке мы видим, что за рисунок? Рисунок тучи, да? То есть қарашы, мынау таудың суреті болады. Жаттайық, давайте учить. Күн шуағын төккенде, жаңбыр сеуіп өткенде, қызыл жасыл далада гүл кереміз көктемде. Фариза Оңғарсынова. Нужно будет выучить. Есте сақта, запомни. Бұл бұлттың суреті, это рисунок тучи. Ол гүлдің суреті, это рисунок цветов. Мынау таудың суреті, это рисунок горы. Ненің суреті? Чей рисунок? Үйге тапсырма, домашнее задание. Жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова. Давайте еще раз повторим. Қоршаған орта, окружающая среда. Сурет, рисунок. Тау, гора, бұлт, туча. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау